Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сіздермен бірге Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романына толықтай талдау жасайтын боламыз. Сондықтан сабақты соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Егер сіздер менің YouTube арнамның алғашқы көрермені болсаңыз, немесе менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз дегім келеді. Өйткені мен сіздермен дәл осылай жыл соңына дейін жұмыс жасайтын боламын. Сондықтан жаңа сабақтарда, жаңа мәліметтерден құр қалмаңыздар дегім келеді. Ендеше біз бүгінгі тақырыбымызға байланысты тапсырмаларды орындауға кірісейік. Бұл жерде біздің тапсырмамыз 3-ші тапсырмамен басталады, яғни роман желісі бойынша талдауға арналған тапсырмалар осы 3-ші тапсырмадан басталады. Сондықтан мен дәл осылай бастаймын. Енді бірінші, екінші тапсырма сіздер үшін өте оңай. Оның бірінші тапсырмасы Міржақып Дулатовтың өмірі мен шығармашылығына арналған сұрақ болса, екінші бұл тапсырмамыз хрестоматиядан, яғни қазақ әдебиетінің қасында қосымша кітабымыз хрестоматиядан екінші тапсырманы толықтай, кешіріңіздер, «Бақытсыз жамал» романын толықтай оқыңыздар делінген. Енді үшінші тапсырмаға келсек, романның жанрлық ерекшелігіне байланысты сюжеттің қысқаша баяндам. Хрестоматияны пайдалана отырып, романның эпилогы мен прологын анықта дейді. Енді әрине екінші тапсырмаға байланысты сіздер романды толық оқисыздар және де оны қысқаша мазмұнын баяндайсыздар, яғни түсінік айтасыздар. Енді пролог пен эпилогқа келсек, пролог, эпилог дегеніміз не? Пролог дегеніміз көркем шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлімі. Яғни біздің прологымызда біз оқығалы отырған шығармада не болады, не суреттеледі, қандай тартыс, қандай бейне көрсетіледі, соның барлығына түсініктеме ретінде берілетін болса, кіріспе бөлім. Ал эпилог дегеніміз бұл көркем шығарманы қорытындылайтын компонент, яғни бұл шығармамыз немен аяқталды деген сияқты, қандай шешімін тапты. Мысалға қараңыздар, Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында эпилог бар, пролог та бар. Біздің прологымыз ол жерде жетім көлдің әдемі табиғатын суреттеумен, ондайға керіле жүзген аққулардың тамаша бейнесін суреттемей ме? Бұл прологымыз, яғни кіріспеміз, жетім көлді суреттеу арқылы біздің шығармамыз не берді? Түсініктеме берді. Ал эпилог дегеніміз, яғни эпилогымызда «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында ортаймапты, жетім көл жоғалмапты деген сияқты, аққулары кеткеннен кейінгі жетім көлдің жағдайын суреттейді. Шөп басқан, жан-жағын қамыс басқан деген сияқты жетім көлдің сұлулығын кеткендігін осы эпилог арқылы көрсеткен. Енді біздің романымызда пролог, «Бақытсыз жамал» романының сөз басында, яғни сөз басында деген тарау беріледі ғой. Мынандай сөз бар. Бұл жерде Міржақып Дулатұлы сөз басында деген бөлімінде, кіріспе бөлімінде өзінің ақындық шеберлігін көрсеткен, яғни қара өлеңмен кіріспе бөлімін жазған. Бұл сөз басында тарауында бұл романда не бейнеленеді, Жамалдың тағдыры қандай болады деген сияқты сол суреттелген. Енді пролог, «Бақытсыз жамал» романының сөз басында Жамалдың жайын жаздық бұл кітапта, бақытсыз бір қыз екен осы шақта деген үзінді келтірілген. Яғни жазушы Жамалдың тағдырының соншалықты қасіретпен қайғыға толы болатынын оқырманға ескертті. Ал эпилогымызда, яғни соңғы біздің қорытынды бөлімімізде осылай қара өлеңмен аяқталады. Енді қараңыздар, «Тоты құс едім бақшада, қара құсқа жем еттің, хан қызындай басымды бір жаманға тең еттің, ботасыз нардай боздатып, мінекей мені еңіреттің, қаһарыңды жіберіп, тең құрбымнан кем еттің» дейді. Міне көрдіңіздер ма? Бұл Жамалдың тағдырының қандай болатын бізге түсініктеме берді прологымызда. Ал эпилогымызда Жамалдың тағдыры немен суреттелді, немен бітті, қандай қайғы қасіретке ұшырады, Жамалдың қасіретке, трагедияға толы тағдырын осылай көрсетіп жазушы аяқтады. Міне пролог, эпилог дегеніміз осы. Төртінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер дейді, яғни сіздерде сұрақ берілген, сол сұрақтар желісі бойынша мен қысқаша түрде сіздерге өз жауабымды көрсеттім.
Мына жерде қараңыздаршы оқушылар, не себепті автор романды бақытсыз жамал деп атаған? Романға ат қойсаң қалай айтар едің? Қалай атар едің? Енді бақытсыз жамал деп аталуының себебі де біздің бұл шығармадағы романдағы басты кейіпкеріміз Жамал. Жамал өзі тұрмысқа атастырылмай тұрып, тұрмысқа шықпай тұрып, бұл еркін өскен, өз қатарындағы қыздардың алды болған, сондай жұрт көрсе сүйсінген, елдің барлығы осы Жамалдай қызды келін етсек екен деп, жігіттердің барлығы ғашық болған бұл Жамал осындай әдемі кейіпкер болды, бұл атастырылғанға дейін. Енді бұл Жамалдың бақытсыздығы осы атастырылған сәттен басталды ғой. Бұл өзінің теңдігінен айырылды Жамал. Өзінің құқығын, өзінің махаббаты үшін қанша күрессе де, мынау өзінің қасындағы, Жамалдың қасында бейнеленген кейіпкерлер, олардың жаулары десек болады. Сол әкесі де қызына жаны ашымады, мынау өгей шешесі де Сәрсенбайдың бірінші әйелі бәйбішесі, ол да Жамалға жаны ашымады. Бұл Тажманның өзі Жамалға қандай қорлық көрсетті, күйеуі, атастырылған күйеуі Жамалдың. Сондықтан бұл романда Жамал өзін бақытты бейнелеген, Жамалды бақытты ретінде көрсеткеннен бақытсыз ретінде көрсеткен детальдар көп болды. Яғни бұл Жамалдың бақытсыздығына өзінің ортасы, туған туысы әсер етті. Сондықтан бұл сол кездегі қазақ қыздарының, қазақ әйелдерінің теңсіздігін, бақытсыздығын көрсету арқылы, бұл бір Жамалды көрсету арқылы сол кездегі барша күллі қазақ қыздарының бақытсыздығын көрсетті. Ал енді сіз өзіңіз жазушы болсаңыз, романға ат қойсаң, қалай атар едім? Енді бақытсыз Жамал демей, мүмкін Жамалды бақытты ретінде суреттейтін сондай бір керемет тақырып қоюға болар ма еді? Бірақ ол кезде біздің шығармамыздың сюжеті өзгереді. Бұл Жамалда бақытсыздыққа апаратын жолдардан гөрі, бұл бақытты ететін жолдар біздің өзіміз жазушы болсақ, бақытты ететін жолдарды көбірек беретін едік. Енді романда ұлттық пафос қалай көрінген? Ұлттық пафосты деген, енді пафосқа сіздерге жоғарыда анықтама беріп өттім. Ұлттық пафос дегеніміз енді бұл қазақ халқының сол кездегі қараңғылығы ғой көрсетілген. Сол кездегі сауатсыздығы, көкірек көздердің ашылмағандығы, тек қана ақшаны көздейтіні, байлықты көздейтіні, атақты, мансапты көздейтіндігі, соның барлығы осы біздің романымызда көрсетілген. Сол кездегі әйел тағдыры, қыз тағдыры баса көрсетілген. Бұл жазушының негізгі мақсаты да сол еді ғой, сол кездегі қазақ қыздарының теңсіздігін ашып көрсету еді, бір Жамалды бейнелеу арқылы. Сондықтан бұл романда ұлттық пафос осылай өздерінің қараңғылығымен, қазақ халқының бір сауатсыздығымен көрсетілді деп жауап берсек болады. Енді 5-ші тапсырма, шығармадан тура және жанама мінездеуді тауып берілген кестені толтырыңдар дейді. Енді сіздерге кестені толтырып көрсеттік. Бұл мінездеудің түріне жанама мінездеу және тура мінездеу деп екіге бөлеміз. Бұл тура мінездеу дегеніміз, оқушылар, мынау бір шығарманың кейіпкерлерін портреттік тұлғада суреттеуді біз тура мінездеу дейміз. Мысалға, мынау кең иықты, орта бойлы, сұңғақ бойлы деп мынау кейіпкердің түр-түсін, бет-әлпетін суреттеуді біз тура мінездеу дейміз. Ал жанама мінездеу дегеніміз, бұл басты кейіпкерлеріміздің қосалқы қандай артықшылықтары бар. Ол кейіпкеріміз біздің бай ма, малы көп па, ол ақылды ма, ол зерек па, соның барлығын көрсетсе, ол бізде жанама мінездеу деп аталады. 6-шы тапсырма, Жамалдың мінезіне байланысты берілген анықтамаларды дәлелдеу үшін шығармадан үзінділерді тауып талдаңдар, хрестоматиядағы толық нұсқасын пайдалануға болады дейді. Міне сіздерге кесте көрсетілген. Бұл жерде Жамалдың мінез ерекшелігі зерек, оқуға бейім, ақылды және ақын. Осыған байланысты шығармадан үзінді келтірдік, өз ойымызды білдірдік. Оның не үшін ондай болды, мақсаты бар деген графанты толтырдық. Міне сіздерге мен осылай ұсынып отырмын, толықтырамын десеңіздер, әрине бұл ары қарай толықтыруға болады.
Жетінші тапсырма, шығармаға композициялық талдау жасаңдар. Бұл жерде яғни шығарманың экспозициясы бар біздің романымызда. Шығарма басталуына, байланысу, шиеленісу, шарықтау шегі, шешімі барлығы сіздерге ашып көрсетілді. Сегізінші тапсырма, хрестоматиядағы нұсқаны пайдалана отырып сұрақтарға жауап бер. Мен сіздерге жауап жаздым. Шығарма желісінен роман бойынша романнан үзінді келтіре отырып та жауап бердім. Әрі қарай толықтырам десеңіздер де әрине өз еріктеріңіз. Шолпан не себепті Сәрсенбайға ренжіді? Жамалды өзінің теңіне береміз. Байжанның баласы жаман дейді. Атасының байлығының не керек десе де, Сәрсенбай құдалықтан бас тартпайды. Сонда Шолпан екі дүниеде де Жамалдың обалы саған болсын деп ренжіп кетеді. Бұл Сәрсенбайдың құдалықтан бас тартпауының себебі өзінің болыстыққа би болып сайлануына бұл Жұманның әкесі көмектеспекші болды ғой. Сондықтан сол атақты аңсап, өз қызын атақ абыройға айырбастап жібереді. Ғали мен Жамал кімнен көмек сұрады? Ғали мен Жамал өз махаббаттарының қорғау үшін қалаға қашып кетіп, Патихолла байдан көмек сұрайды. Жамал Жұманның үйіне неге қашып кетті? Ғали мен Жамал қашып кеткеннен кейін, олар ұсталып табылғаннан кейін, Жамал біраз өз төркінде үйінде жүреді де, қайтадан Жұманның үйіне жіберіледі. Сол кезде Жұман өзінің кеткен намысы үшін, арзан намысы үшін, одан кейін халықтың сөздерінің кесірінен Жамалға күнде қорлық көрсетіп, Жамалды ұрып соғып, ақыр соңында Жамалды өлімші күйге дейін апарады. Сол кезде мұндай қорлыққа шыдамас үшін, елдің көзіне күйік болмас үшін, елдің сөзінің басы болмас үшін, осы қорлықтан мен қашайын деп қалаға қашып кетпекші болады. Сол кезде, сол ой келген кезде, өзінің Жұманның әкесінің ертеп қойған атын түннің жарымында мініп қашып кетеді. Осы қорлыққа шыдамағаннан кейін, Жұманның қорлығына шыдамағаннан кейін қашып кетеді. Жамалдың ажалы неден болды? Жұманның үйінен қашып кеткеннен кейін қалың қар басып, қатты боран болады. Сол кезде атта өзінің жолынан адасып кетеді. Сол кезде өзім жаяу жетейін десе де, Жамалдың жағдайы оған жетпейді. Сондықтан қалың боранның арасында үсік шалып, Ғалиді аңсап қайтыс болады екен. 9-шы тапсырма, романнан алған әсерлеріңді баяндап, авторға хат жазыңдар дейді. Енді сіздерге мен кішкене өз ойымды келтіріп хат жаздым. Дәл осындай үлгіде немесе осы менің жазған хат бойынша толықтыруларыңызға болады. 10-шы тапсырма, романдағы негізгі оқиғалар мен тартысты шәкәрімнің еңлік кебек дастанымен салыстыр. Екі шығармадағы жастардың да бақытты бола алмауына не себеп болғанын айтып бер. Романдағы тарихи уақыт пен көркемдік ерекшелікті сарала. Енді біздің бұл еңлігімізде, Жамалымызда трагедияға толы тағдырдың кейіпкерлері. Еңлікте Жамалда бақытсыз, шарасыз қазақ қыздары. Бұл сондай шарасыздықта, сондай теңсіздіктің таптауына ұшыраған екі қызымыз, біреуі таз Жұманға, біреуі қортық еркекке баруға, сол еркектерге тұрмысқа шығуға келіседі. Енді сол кездегі қазақ халқының қараңғылығы екі шығармада да өте әдемі суреттелген. Екі шығарманың төрт кейіпкері еңлік пен кебек, Жамал мен Ғали өз махаббаттары үшін күрескен тұлғалар, өз махаббаттарын сақтап қалу үшін қандай қиындық болса да сол қиындыққа келіскен біздің кейіпкерлер. Және де осы екі шығармада да екі ел арасындағы тартыс өте жақсы суреттеледі. Енді бұл сол романдағы бейнеленген уақыт, бұл біздің қазақ халқының сондай бір қараңғылығын, сауатсыздығын, әйел теңсіздігінің боршап тұрған шағында бейнеленген, жарық көрген шығарма. Яғни біздің бұл екі шығармамызда теңдікті арқау еткен, махаббат үшін күрескер шығарма деп айтуымызға болады. 11-ші тапсырма, романның оқиғасына байланысты өз ойың шағын эссе түрінде жаз. Эсседе шығарманың көркемдік идеялық құндылығына баға бер. Жамалдың тағдырының не себепті қайғылы аяқталғанына назар аудар. Енді сіздерге мен сыни тұрғыдан да жазылған эссе ретінде саналады. Бұл менің эссем, назар аударып оқуларыңызға болады, және де толықтырып өз сөздеріңізбен көрсетулеріңізге де болады.
12-ші тапсырма роман бойынша жазылған ғылыми талдауларға сүйене отырып, романның сюжеті, автордың тіл шеберлігі, кейіпкерлердің ерекшеліктері туралы сыни пікір жаз. Рымғали Нұрғалиұлы құрастырған қазақтың 100 романы анықтамалығын пайдалануға болады. Енді мен сіздерге кішкене кейіпкерлер туралы, осы романда не көрсетілді, соның барлығын шағын түрде ашып көрсеттім. Рымғали Нұрғалиұлының құрастырған қазақтың 100 романы анықтамалығына қол жеткізу өте оңай, сондықтан осы романды қолдарыңызға алып, осы бақытсыз жамал романына талданған талдауды міндетті түрде оқыңыздар деген келеді. Міне оқушылар, сіздермен бірге бақытсыз жамал романына арналған тапсырмаларды осылай орындадық. Сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көрдіңіздер деген сенімдемін. Және де оқушылар, егер осындай сабақ өз жалғасын тапсын десеңіздер, 1 жыл көлемінде, онда менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, және де менің әр видеома лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді, өз сұраныстарыңызды білдіре отырыңыздар, және де сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын, келесі сабақта кездескенше.